Баршаңызға сәлем. Біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біздің актерлық шеберлік дәрісінен сабақ беретін Асқар ағамыздың туған күні. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Әр бастаған ісіңізге береке тілейміз. Аға, біздің актерлық шеберлік деп айтып жатырмыз ғой. Бұл балаға не береді? Жалпы тек актер болып камера алдында әдемі болуды үйретесіз бе? Жоқ, жалпы актерлық шеберлік деген бірден бар актер болып кетуді үйретпейміз. Бұл ең бірінші қателесу. Актер болып кеткеннен бұрын адам өзін өзі танып білу керек, өз қабілетін танып білу керек. Бізде негізінде балаларға емес, мына ата-аналарға айтатын әңгіме. Баласы мектепте, балабақшада ән айтуы мүмкін, кішкене әзіл айтуы мүмкін, сахнаға шығуы мүмкін. О, болды дейді, оны басқа қазақтарда мақтап жүреді. Ой, сенің балаң артист болды, керемет болды деп. Сол дүмпумен кетіп қалады да, менің балам бойында өнері бар деп алып келеді. Ол бірте-бірте осы мектептен болуы мүмкін, ертең академияға түсуі мүмкін. Ал баланың бойында ол қабілет бар, талант бар, бірақ бала ол кейін бірте-бірте инженер болып кеткісі мүмкін, космонавт болуы мүмкін, программист болуы мүмкін. Ал жаңағы бір-екі рет сахнаға шықты екен деп баланы адастырып алып келеді. Кейін менің алдымда жүргенікті оқып жүргенде көп балалар болды. Әке-шешемнен ұялғаннан оқып жүрмін, аға мен бұны түсіндім, білдім, бірақ мен басқа мамандықты істегім келеді. Бітіргеннен кейін әкімшілікте керемет мамандықты, керемет жұмыс істеп кеткен шәкірттерім бар. Полицияға кетіп қалғандар бар. Инженер болып кеткендер бар, мысалға. Солар уақытысында кетіп үлгерді. Ал көпшілігі сол қалып қойды. Ал кейбіреулер бойында бар талант ашылмай жүреді. Міне сондайға біз көмектесеміз. Өзінің ата-анасы баласының ән айтатынын білмеген жағдайлар болды менде. Баласын сахнаға дайындап жүр, бір күн ән айтасың деді, онда мына бала екеуін қосылып бір ән айт деп, әкесі келіп, біз тұқымымызда әнші жоқ, мынаны қайдан не құрсын, мынау айтама дейді. Сахнадан айтқан кезде өзінің әке-шешесі көріп таңғалып, ой, біздің баламызда қабілет бар екен ғой деп. Мінекей осындай кереғар дүние болмас үшін біз актерлық шеберлік алдымен баланың өзін өзі тануын, ата-анасы өз баласының қабілетінің қаншалықты екен. Шынымен актерлік деңгейі оқытуға бола ма? Кейін соны мамандық ретінде жалғауға бола ма? Жоқ, осы үйренген қалпында тоқтатып, басқа мамандыққа тәрбиелеуге бола ма? Болмаса, баласының бойындағы дарыны бар екен, соны ары қарай жетілдіруге бола ма? Осыған көзі жетіп кетеді. Менің түсінгенім бойынша, мысалы айтып жатсыз, әкімшілікке кеткендер бар, немесе жаңағы әскери қызметке кеткендер бар деп. Яғни, менің түсінгенім, олар өз-өзін танып білгеннен кейін, не келетінін білгеннен кейін, қолдарынан сондай жаңағы саналы түрде бір шешім. Бала еркіндікке үйренеді. Сахнаның алдында сахнаға жұмыс істеуді, біз камераның алдында жұмыс істеуді үйретеміз. Бұл кемшілік емес, біздің қазақтың балаларына тән қасиетіміз кішкене ұяңдау боламыз. Тәрбие солай, үлкеннің алдына шығып сөйлеме, сондай қатты сөйлеме, ол тәрбиенің өзін сондай тәрбие деп қабылдамай, оның бәрін жаңағы тыйым деп қабылдап қалған балалар болады. Олар мүлдем сөйлемей, тұйықталып қалады. Солар кішкене емін-еркін сөйлеп кетсе, мен мысалға мынау нархоз дейміз ғой, институт. Нархоздың бір 4-ші курс бітіретін курсына мен барып, осы шеберлік класын өткізіп, олар өтініш жасап, мен бір ай өткіздім сол сабақты. Сонда өзіңіз ойлап қараңыз, олар түгел бәрі экономистер, болашақ, банкирлер. Солардың өз өтініші болды. Біз 4 жыл оқып мамандыққа алып кетіп барадырмыз, ертең жаңа банкке барғанда, болмаса офисте отырғанда алдымызға бізге халық келеді. Біз онымен қалай сөйлеп не айтарымызды білмейміз. Көпшілігі жаңағы өздерінің жасаған жобасын презентация жасау үшін әңгіме неден бастарын білмей тұрады. Сондайлардың мінекей сол кезде мен сол нархоздың балаларына дәл осы мен айттым, еш құпия жоқ, актерлік шеберлікті үйретеміз біз сенде. Елмен қалай сөйлесу керек, өзіңді өзің қалай ұстау, тіпті ешқандай көрерменсіз бос жалғыз өзі қалған кезде өзіңмен өзің болғанда да адам еркін болу керек. Еркіндік содан басталады. Біреумен қарым-қатынастағы емес, еркіндік өзіңмен өзің болған кезде ойыңды түзеп алып, және сол ойды жеткізіп айтуды мақсат қылу керек. Біз соған үйретеміз.
қазір ең бастысы расымен ой еркіндігі және сол ойыңды нақты жеткізу. Жаңа нархозға бардым дедіңіз, ол студенттердің әсері қандай болды, нәтижесі қандай болды? Нәтижесі керемет. Ең соңында мұғалімдері жаңағы бірге сабақ беріп жүрген жаңағы проректорларының балалардың ең соңында бұдан біз сабақтың соңында не орынды көреміз деген осындай сұрақ болды да, сосын айттым, ең соңғы сабақты біз жаңағы кішігірім презентациялар, кішігірім концерт қылып өткіземіз. Сосын балалардың өздеріне еркін тақырып бердім, не көрсеткілерін келеді соған, қалай сөйлесті. Студенттердің барлығына әртүрлі идея айтамын ғой, мынаны айтуға болады, былай айтуға болады деп. Ең соңында ана өткен кезде барлығы таң қалды. Бір мұғалім айтады, мына бала менің алдымда 2 жыл үндемеп еді, мынау сөйлейді екен ғой деп. Бір сондай бір қорытындысы болып жатады. Жақсы, Асқар аға, рахмет сізге, тағы да туған күніңізбен құттықтаймыз. Рахмет. Ал сіздер құрметті көрермен, біздің Асқар ағамыздың туған күніне актерлік шеберлік дәрістеріне жазылыңыздар. Сіздерді асыға күтеміз. Көріскенше.